Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз сыртқы жиынтық бағалаудың есептерін жалғастырамыз. Бүгін біз сыртқы жиынтық бағалаудың 3-ші сабағы. Алғашқы 2 сабағын көрмеген болсаңыздар, жоғарғы ссылкасын қалдырамын. Енді біз келдік 11-ші есепке. Берілген үшнікте арқылы өтетін қиманы салыңыз. Біз қиманы салуды білеміз. Қиманың әрбір екі төбесі бір жазықта жатуы қажет. Демек, бізде мынандай үш нүкте беріп тұр. Мына А1, Б, мына жерде тағы бір нүкте, мысалы, деген нүкте осы. Осындай үш нүкте берілген. Демек, қараймыз, А1 мен В екеуі бір жазықта жатыр. Яғни, екеуі А1, В1, В деген жазықтықта жатыр. Демек, А1, В-ны қоса аламыз. Келесі, А1, ол екеуінде қоса аламыз. Себебі А1 мен деген екі нүкте А1, Д1, С1, В1 деген жазықтықта жатыр. Сондықтан мына екеуінде біз қостық. Түп-түзу болып қосасыздар. Үшіншісі, В мен Е-ні қоса алмаймыз. Себебі В мен Е нүктелері екеуі екі түрлі жазықтықта жатыр. Енді біз не істейміз ары қарата қиманы салу үшін? Мына В1 нүктесі арқылы өтетін мына А1 Е-ге параллель түзу жүргіземіз. Демек, В1 нүктесі арқылы өтетін А1 Е-ге параллель түзу, мына дысық түзуінде, мына дысы түзу арқылы өтетін, қиы өтеді. Яғни, мына дысы түзуін, дысы қабырғасын соз жібереміз, яғни түзу қылып соз жіберген кезде, мына А1 Е-ге параллель сызасыздар. Линейканың бағытымен қарайсыздар, мынаны қоясыздар, В1-ден сол бағытқа келесіз. Ол мына Д1, С1, Д-С түзуін мына нүктеде қиы өтеді. О нүктесі olsun. Енді мына О нүктесі мен Е нүктесі екеуі бір жазықта жатыр. Яғни Д1, С1, С, Д деген жазықта жатыр. Қосамыз екеуін. Қостық. Демек, мына Е мен О нүктесі ЕО түзуі, мына С, С1 қабырғасын мына жерде К деген нүктеде қиы өтті. Міне бізде ЕК деген кесіндіміз пайда болды. Енді мына К мен В нүктесін қоса аламыз. Яғни В мен К нүктесі, міне В, В1, С1, С деген жазықтықта жатыр. Демек, В мен К-ны қосамыз. Сонда бізде мынандай қима шықты. А1, Е, К, В деген қиманы аламыз. Берілген үш нүкте арқылы осындай қима салынады. Міне қиманы әдемілеп көрсетіп қоямыз, қандай қима шыққан. Сонда этаптарын жазамыз. Бірінші не істедік? В, А1, А1 Е-ні қостық бірінші жағдайда. В, А1 мен А1 Е-ні қостық. Екінші жағдайда Д-сыны создық. Созамыз. Үшінші, мына В нүктесі арқылы А1 Е-ге параллель. А1 Е-ге параллель. В нүктесі арқылы ВО түзуін сызамыз. Сосын Д-сы мен В-ның қиылысуы, О нүктесті белгілеп қойдық. Ары қарата Е мен О-ны қосамыз. ЕО түзуі. Сосын айтамыз, ЕО түзуі мен С1 түзуі, ЕО түзуі мен С1 түзуі екеуі қиылысады К нүктесінде. Значит, ЕК и ВК. Сосын жазамыз А1 Е, К, В. Қима деп қоямыз. Тізелінді қимамыз осы. Енді қараңыз, есеп 3 балға берілген. Бірінші балыңыз сіздерде қойылады мына В, А1 мен А1 Е-ні қосқаныңыз үшін. Екінші пай қойылады мына А1 Е-ге параллель түзу сызғаныңыз үшін, яғни Д-сыны создыңыз. Ары қарата параллель түзу сыздыңыз. Үшіншісі өже
мына е мен оны қостыңыз, бәріне 1 балл кетеді. Үшіншісі ответке кетеді. Штрихтап көрсеткеніңіз үшін үшінші баллыңызды аласыз. Келесі есепте биномның алғашқы үш мүшесі берілген A, B, N коэффициенттерін анықтаңыз. Демек, біз бином формуласын ашамыз, яғни A плюс X-тің N дәрежесі. Біз бұны білеміз. С N-нан 0, A-ның N дәрежесі, плюс С N-нан 1, A-ның N-1 дәрежесі X, плюс С N-нан 2, A-ның N-2 дәрежесі X квадрат. Плюс кете береді солай. С N-нан N, X-тің N дәрежесі. Бұл бізде бином формуласы. Осы формула бойынша бізде алғашқы үш мүшесі берілген. Яғни мұна X квадратқа дейін ашамыз. 2 плюс AX-тің N дәрежесі. Демек бізде С N-нан 0 деген 1-ге тең, С N-нан N деген 1-ге тең. Демек 2-нің дәрежесі плюс С N-нан 1, 2-нің N-1 дәрежесі AX, плюс С N-нан 2, 2-нің N-2 дәрежесі AX-тің квадраты. Алғашқы үш мүшесін аштық. Енді қараңыз, бірінші мүшесі 1024-ке тең, яғни 2-нің N дәрежесі 1024-ке тең деп тұр. Демек, 1024 деген ол бізде 2-нің 10 дәрежесін береді. Бұдан N 10-ға тең екендігі шығады. Енді екінші қосылғышты қараймыз. Сонда С N-нан 1 деген өзе С 10-нан 1 деген сөз. 2-нің 10-нан 1 азайтамыз 9 дәрежесі. Көбейтілген AX. Ол бізде неге тең болады? Минус 1280 X-ка. Минус 1280 X-ка. Демек, С 10-нан 1 дегеніміз ол бізде 10-ға тең, иә? Немесе міне С N-нан К. N факториал бөлінген К факториал көбейтілген N минус К факториал, иә? Теру. Демек, С N-нан 1, С 10-нан 1 формулаға қойсаңыз 10 деген шығады. Көбейтеміз 2-нің 9 дәрежесі. Значит, 2-нің 10 дәрежесі 1024 болса, 1024-ті 2-ке бөліп тастасақ 512, да? Демек, 2-нің 9 дәрежесі 512-ке тең. Көбейтілген А тең болады, мына X-тар қысқарып кетті. Минус 1280-ге. Демек, 0 мен 0-ді қысқарып тастайық, сонда А тең болады минус 128-ді 512-ге бөлеміз. Демек, бізде минус 4-тен 1 деген шығады. А-ны таптық, N-ді таптық. Енді бізге B коэффициентін табу керек. Яғни үшінші қосылғыш. BX квадрат, яғни С N-нан 2 деген С 10-нан 2. Көбейтеміз 2-нің 8 дәрежесі өже. Так. Сосын. А-ның квадраты, X-тің квадраты, да? Дұрыс қоям, міне қойғатым 10-нан 2, 2-нің 8 дәрежесі, А квадрат, X квадрат, міне ашып жіберді. Тең болады. Неге тең бізде? BX квадратқа тең. X квадраттар қысқарып кетеді. С 10-нан 2-ні есептейміз. Так, мына жаққа бөлік түспен есептеп алайын. С 10-нан 2. 10 факториал, 2 факториал көбейтілген 8 факториал. Демек, 10 факториал мен 8 факториал қысқарса 9 көбейтілген 10 бөлінген 2. Так, 5 45 деген шығады. Демек, 45 көбейтілген 2-нің 8 дәрежесі 512-ні 2-ке бөлем. Так, 512-ні бөлеміз 2-ке. 2, 4, 1, 11, 5, 10, 1, 12, 256. 256. Көбейтілген А квадрат минус 4-тен 1-дің квадраты 25-тен 1. Тен бұға. Деді X квадратты қысқарып кетті. Так, 45 пен 25-ті 5-ке өлсем, 5-тен келеді, 9-дан келеді. 256. Так, өшеден бұны табу керек. 25 емес қой. 4-тің квадраты 16 кен ғой.
Так, бұл жерден қате жіберіп қойдым. Так, 4-тің квадраты 16. Значит, 256 мен 16-ны қысқартсақ, бізде 16 болады. Демек, v тең болады 16-ны 45-ке көбейтеміз. Есептейміз, 16-ны 45-ке көбейтеміз. 33 ойда 8, 24, 6, 720, да? V тең 720-ға. Енді есеп шықты, қараңыздар. Берілген есеп 5 ұпайға берілген. Демек, бірінші метод, міне, биномның ережесі бойынша, міне, аштық. Екінші метод, бізде мына қосылғыштарды теңестіру, міне, бір жерде теңестірдік, екі жерде теңестірдік, үшінші жерде теңестірдік. Үшіншісі ответ, әрқайсысына бөлек-бөлек. Мына жерде, мына жерде, мына жерде. Яғни, n-ді таптық, a-ны таптық, b-ны таптық. Әрқайсысына жеке-жеке қоямыз. Сонда біздің 5 ұпайымыз толық болады. Келесі 13-ші есеп. A-ды кесіндісі A-сы 3 бұрышының биссектрисасы. A-ы 14-ке тең. A-ы. V-сы 20-ға тең. Значит, A-ға қарағанда кішкене созамыз. A-сы 21-ге тең. 14-ке тең. Так, V-сы 20-ға тең. A-сы 21-ге тең. A-ды биссектрисасын жүргіземіз. Біз білеміз, биссектриса бұрышты тең 2-ге бөлетінін. V-ды және D-сыны табыңыз. V-ды x-қа тең болса, онда D-сы 20 минус x-қа тең болады. Себебі V-ға D-сыны қоссақ, бізде 20 шығу керек. Ары қарата 14 бөлінген x тең 21 бөлінген 20 минус x. Яғни биссектрисаның қасиетін қолданамыз. 14-тің x-ке қатынасы тең болады 21-дің 20 минус x-ке қатынасына. Ары қарата пропорцияның қасиетін пайдаланамыз. 14 көбейтеміз 20 минус x тең болады 21-ді көбейтеміз x-қа. 14 пен 21 бізде 7-ге бөлінеді екеуі. Жерден сразу бөліп тастағанымыз тиімді. 2-ден келеді, 3-ден келеді. Демек, ары қарата жақшаны ашамыз. 2-ні 20-ға өтеміз. 40 минус 2x тең 3x-ке. Осыдан 5x-іміз 40-ға тең, демек, x 8-ге тең. X-ті таптық 8-ге тең екенін, демек, біз x-те отырғанымыз v-да. Бұл жерде енді өзіңіз білесіз. V-ны x деп алсыз ба, или D-сыны x деп аласыз ба. Так, v-ді 8-ге тең демек, онда D-сы бізде 20 минус 8, 12-ге тең болады. Есеп 3 балға бағаланған. Сұлбасын салыңыз. Метод. Биссектрисаның қасиетін қолданып жатырмыз. Теңдеуді дұрыс шештік және ответ. Так, белгісіз бұрышты есептеңіз. Бізде мына берілген шеңберден тысқары жатқан нүкте арқылы екі қиюшы жүргізген. V-сы және VO деген екі қиюшы жүргізген. Мына O нүктесі шеңбердің центрі болып тұр. Демек, мына шеңбердің центрі арқылы өтсе, қиюшы, онда шеңбердің мына екі доғалары 180 градустан болады. Толық шеңбер 360 градусты құрайды ғой. Демек, біз мына бұрышты табатын болсақ, доғаны табатын болсақ. Демек, бұл доға, мысалы, DE деген доға болсын. Демек, DE деген доғамыз, ол бізде 180-нен алып тастаймыз, мына 85 пен 55-тің қосындысы. 85 пен 55-тің қосындысы. Демек, 85-ке 55 қоссақ 140, демек 40 градус. Мына кішкентай доғамыз 40 градусқа тең. Енді біз білеміз, екі қиюшы арасындағы бұрыш, ол өзі тірелетін үлкен доғадан кіші доғаны азайтып, соны екіге бөлгенге тең. Яғни доғалардың айырмасының жарысына тең екен. Сонда x тең болады 85 азайтамыз 40 бөлінген 2. Демек, 85-тен 40-ты алсақ неше болады бізде? 45 болады. 2-ге бөлсек, 44-ті 2-ге бөлсем 22, демек 22,5 градусқа. Есеп 2 ол. Бірінші ол қойылады мына DE-ні тапқаныңыз үшін. Екінші бал формуланы қолданып, ответті жазғаныңыз үшін қойылады. 15-ші есепте
n және n векторлар арасындағы бұрыштың косинусын табу керек. Демек, біз бұрыштың косинусын табуды білеміз. Скаляр көбейтіндінің ұзындыққа қатынасы. Демек, скаляр көбейтінді бізде координаталар беріп тұрса, демек, сәйкес координаталарды көбейтіп қосқанға тең. -3-ті көбейтеміз 2-ке. m-нің ұзындығы деген m векторының координаталарын квадраттап қосқанға тең. 1 квадрат плюс -3 квадрат түбірге аламыз. Көбейтеміз n дәл солай. -4 квадрат плюс 2 квадрат. Ары қарата -4, -6, значит -10 қоссақ, 9, 1-ді қосамыз, түбірасты 10. Келесісінде 16, 4-ті қосамыз, түбірасты 20. Демек, бізде шығады -10 бөлінген, түбірасты 10 көбейтілген, 20 деген түбірасты 2 мен түбірасты 10-ның көбейтіндісіне тең. Демек, бізде түбірасты 10-ды түбірасты 10-ға көбейтсек, ол бізде 10 болады. Значит, 10 мен 10 қысқарып кетеді. Сонда бізде -1 бөлінген түбірасты 2. Немесе иррационалдықтан құтылсаңыз, 2-ден түбірасты 2. 2-ден түбірасты 2 деген бізде косинус қой. 2-ден түбірасты 2 45 градусты береді. Бірақ мына жерде -2-ден түбірасты 2. Сондықтан бұрыш болады бізде 135 градус. Бұрыштың косинусы деген екен ғой. Мына түрде қалдырамыз, косинуспен қалдырамыз, бұрышты таппаймыз. Так, мына жерде только косинусын сұрап тұр екен. Екінші есеп. Бұл бізде А жағдайы, Б жағдайы. А-ның қандай мәнінде m-m плюс k-m плюс n векторының ұзындығы ең кіші мәнге ие болады. Значит, k-m плюс n векторының координаталарын тауып аламыз. Ол дегеніміз бізде k-дан m-ді азайтамыз. Сәйкес координаталары азайтамыз. Сонда a минус 1. Оған қосамыз -4-ті да. Қосамыз -4-ті. X-тары сәйкесінше Y-тері k 7 минус m минус 3. Қосамыз n 2-ні. Демек, бізде қандай да бір d деген вектор бар болса, осы d векторының координаталары шығады. Демек, a минус 1-ге -4-ті қоссақ, бізде a минус 5. 7 минус 3 плюс 2. Так, 10, 12 болады. Демек, бізде вектордың ұзындығы ең кіші мәнге ие болады. Демек, мына d деген вектордың ұзындығын табамыз. Ол бізде сәйкес координаталарды квадраттап қосқанға тең. Яғни a минус 5-дің квадратына қосамыз 12-ның квадраты. Енді берілген өрнектің ең кіші мәні мына a минус 5 0-ге тең болғанда орындалады. Яғни a 5-ге тең болғанда. Яғни 0 қосылған 12-ның квадраты, бұл бізде 12 шығады. Уже a 1-ге тең, 2-ге тең, сондай басқа сан болса, онда нәтижедегі қосынды 144-тен үлкен болып кетеді. Сондықтан ең кіші мән болады, бірінші қосылғыш 0-ге тең болса. Демек, біз a 5-ге тең болса. Таксы жағдайы. A-ның қандай мәнінде n және k векторлары коллинияр болады. Коллинияр векторларды білеміз, олардың координаталары пропорционал болуы қажет. Демек, n минус 4, k-ның x-і a-ға тең. n-ның y-ге 2-ге тең, k-ның y-ге 7-ге тең. Демек, мына қатынас орындалған жағдайда екі вектор коллинияр болады. Демек, осыдан аны табамыз. a тең болады. Минус 4-ті 7-ге көбейтем, 2-ге бөлем. Демек, бізде шығады минус 2, 14 деген. Енді қараңыздар, үш жағдайдың да есебін шығардық. Енді ұпай қалай қойылады? 6 ұпай. Әрқайсысына 2 ұпайдан. Метод ответ. Метод ответ. Келесі метод ответ. Осындай есептерді түгел жазсаңыз, толық ұпайыңызды аласыз. 16-шы есеп. 4 бұрыштың 3 бұрышы берілген, осы 4 бұрышқа сырттай шеңбер сызуға болатын болса, d бұрышының мәнін есептеңіз. 4 бұрышқа кез келген бір 4 бұрыш болса, бұл 4 бұрышқа сырттай шеңбер сызуға болады, егер қарама-қарсы бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең болса. Яғни мына альфаға беттаны қоссам 180 градус болу керек. Демек, 2x, 3x, 4x, 2, 3, 4 қатынасы. 2x, 3x, 4x. Демек, қарама-қарсы бұрыш 2x қосылған 4x. Осы бізде 180-ге тең болу керек. Значит, x, 6x-ті 180, демек x 30-ға тең.
Енді айтады бізге, егер осы төртбұрышқа сырттай шеңбер сызуға болатын болса, D бұрышының мәнін есептеңіз. Онда қараңыз, мына бұрыш 3х болса, онда келесісі 3х-қа нешені қоссам 6х шығады ғой, бізге 6х-қа тең болу керек қой. Значит, 3х. D деген болсын. Мысалы, A, V, C, D. Значит, D бізде 3х-қа тең. Яғни 3 көбейтілген 30 бізде болу керек 90 градусқа тең екендігі. Енді қараңыз, бұл жерде ұпай 3 балл. Енді ойланып қараңыздар, 3 балл қайда қойылады? Бірінші баллымыз қойылады. Мына қарама-қарсы бұрыштарының 180 градусқа, қарама-қарсы бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең екендігін көрсеткеніңіз үшін. Келесі, x-ті дұрыс тапқаныңыз үшін. Ответті дұрыс жазғаныңыз үшін. 3-ші баллды аласыз. Так, 17-ші есеп. Мынандай теңдік берілген, мына түрге келтіріңіз. Демек, тригонометриялық формулаларды қолданамыз. Синус 2х деген қос бұрыштың формуласы, 2 синус х косинус х. Минус косинус 2х дегеніңіз косинус квадрат х минус синус квадрат х. Значит, мында де минус бар, демек плюс болып кетеді. 1 дегеніңіз синус квадрат х қосылған косинус квадрат х. Демек, синус квадрат х пен синус квадрат х-іңіз жойылып кетеді. Бізде қалады 2 синус х косинус х минус косинус квадрат х и плюс, жаққа келді, минус пен келеді, сол жаққа келгенде косинус квадрат х. Тең болады 0-ге. Осыдан 2 синус х косинус х минус косинус квадрат минус 2 косинус квадрат х. Демек, теңдіктің екі жағын 2-ге бөліп тастасақ болады. Сонда бізде синус х косинус х минус косинус квадрат х тең 0-ге деген шығады. Осыдан ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарсақ, жақшаның ішінде синус х минус косинус х тең 0 деген шығады. Мына түрге келтіріңіз, біз сол түрге келтірдік. Демек, бұл жерде 2 метод бар, 1 ответ бар. Бірінші методыңыз мына тригонометриялық формулаларды дұрыс қолданғаныңыз үшін қойылады. Екінші метод мына түрге келтіргеніңіз үшін қойылады. Мына түрге келтіріп жатырмын. Үшіншісі көрсеткеніңіз үшін қойылады. Сонда мына 3 баллымызды толық аламыз, егер есепті толық жасасақ. Енді осының бір жағдайы, берілген теңдеуді 0 мен пи аралығында шешіңіз. Біз мына синус 2х минус косинус 2х тең 1 деген теңдеуді, біз мана теңдіктің мынаған тең екенін тауып алдық. Демек, осы түрді қолданамыз. Жазамыз косинус х синус х минус косинус х қода. Синус х минус косинус х тең 0-ге. Әр көбейткішті жеке-жеке 0-ге теңестіреміз. Косинус х тең 0-ге. Синус х минус косинус х тең 0-ге. Бірақ міндетте косинус х 0-ге тең болса, міндетте 0 болса, значит синус х та 0-ге тең болып кетеді. Бірақ біз білеміз, синус х пен косинус х екеуі бір уақытта 0-ге тең болмайтын. Сондықтан мына жерде косинус х 0-ге тең емес. Енді міндетте синус х тең косинус х-қа. Арғата берілген теңдеуді шешу үшін теңдіктің екі жағында косинус х-қа бөліп тастаймыз. Сонда синусты косинусқа бөлсек, бізде тангенс х. Косинусты косинусқа бөлеміз, 1-ге тең. Осыдан х тең тангенс х-ті 1-ге бөлсек, пи бөлінген 4 қода. Тангенстің периодын қосамыз, пи n. n тиісті z-ге. Мына ответіміз шықты. Демек 4 балл. Бірінші баллымыз мына. Синус 2х минус косинус 2х тең 1 деген өрнекті мынаған тең екенін А жағдайында дәлелдедік, соны әкеліп b-ға қойдық. 1 ұпайымызды аламыз. Екіншісі, біз мына косинус х-тің 0-ге тең емес екенін көрсетеміз. Соған қоямыз. Общий 1 балл қойық екеуіне. Екінші ұпайымыз бізде синус х минус косинус х-тің 0-ге теңестіріп, осыдан біз тангенс х тең 1 дегенді алдық. Үшінші ұпайым. Х тең пи бөлінген 4 плюс пи n тиісті z-ге деген жаздық. Енді 4-ші ұпай керек бізге. Бізге айтқан, берілген теңдеуді мына аралықта шешіңіз. Демек, арғата n 0-ге тең болса. Онда х пи бөлінген 4-ге тең болады.
пи бөлінген 4 деген 0 мен пидің аралығында бар. Демек, мына жерде бір түбіріміз бар. Если n 1-ге тең болса, x тең болады. Пи бөлінген 4-ке пи қосамыз. Неше болады? 5 пи бөлінген 4 болады да. Яғни 45-ке қосып жатыр 180-ді. А бізде 0 мен 180-дің арасында, сондықтан бізде мына ответ 5 пи бөлінген 4 деген. Мына аралықта жоқ, берілген аралықта жоқ. Сондықтан пи бөлінген 4-тен басқа ответ жоқ. Сонда мына бізде 4-ші ұпайымыз осы болады. Себебі бізге берілген аралықтағы түбірін тап деген, значит сол аралықтағы түбірін табамыз. 18-ші есепте берілген функцияның асимптоталарын табыңыз. Енді бұл жерде асимптотаны табудың біз екі әдісін өттік. Бұрыштап бөлу әдісін өттік және шек арқылы есептеу әдісін өттік. Енді бұл жерде мына әдіспен есептеңіз деп айтылмаған. Сондықтан бізге ең оңайы бұрыштап бөлу әдісін қолданамыз. Біз білеміз, бөлшектің бөлімін 0-ге айналдыратын мән, ол бізде вертикал асимптота. Енді арғата бұрыштап бөлеміз. X квадрат плюс 2x плюс 3-ті бөлеміз x минус 1-ге. Демек, x квадрат x-тан келеді. X квадрат минус x азайтамыз 3x плюс 3. Демек, қосамыз 3-ке. Так, 3x минус 3 азайтамыз 6 қалдық қалады. Демек, ол бізде y-тен болады x плюс 3 қосылған 6 бөлінген x минус 1 деген сөз. Демек, мына x плюс 3 деген ол бізде айттық көлбеу асимптота. Y-тен болады x плюс 3 бізде көлбеу асимптота. Яғни құрамында x бар болатын болса, онда көлбеу асимптота деп айттық. Демек, енді қараңыз, 3 балл қайда қойылады? Вертикал асимптотаны тапқаныңызға 1 ұпай қойылады, методқа 1 ұпай қойылады және көлбеу асимптотаны тапқаныңызға 1 ұпай қойылады. Яғни, есепті шекпен шығарсаңыз да дұрыс болады, бұрыштап бөлсеңіз де есеп дұрыс болады. Енді 19-ші есепте AX-ті үшбұрышының ауданы 36 сантиметрге тең. Так, қазір AX-ті үшбұрышының ауданы 36-ға тең. Так, A-ды мен V-сы параллель. Демек, A-ды мен V-сы параллель түзу болатын болса, онда V-ды қиюшының рөлін атқарады. Онда бізде мына айқыш бұрыштар өзара тең болады. Келесі екеуі. Мына AX-ті мен VX-ті бізде вертикал бұрыштар, сондықтан олар өзара тең. Онда берілген үшбұрыштар бұрыштары бойынша ұқсас. Яғни ADX үшбұрышы мен VX үшбұрыштары ұқсас. Онда біз ұқсастық коэффициентін табатын болсақ, онда сәйкесінше CX-тің AX-ке қатынасы, яғни 8-дің 4-ке қатынасы бізде 2-ге тең болады. Енді берілген үшбұрыштың ауданын табу үшін біз білеміз, егер екі үшбұрыш өзара ұқсас болатын болса, онда олардың аудандарының қатынасы ұқсастық коэффициентінің квадратына тең екендігін. Жазамыз. VX-сы тең болады k квадрат. K бізде 2-ге тең. Демек, 2-ның квадраты көбейтілген ADX-ымыз бізде 36-ға тең. 2-ның квадраты 4, демек 4-ті 36-ға көбейтеміз, 144 сантиметр квадрат. Міне, берілген үшбұрыштың ауданын таптық. Енді екінші жағдай. Бұл жағдайы VX ұзындығын табыңыз. Демек, ұқсастық коэффициентін қолданайық. Біз білеміз, VX-тің DX-ке қатынасы. DX-ке қатынасы. Ол ұқсастық коэффициентіне тең, яғни 2-ге тең. Енді бұл жерден бізге VX тауы керек қой. Демек, VX дегеніміз 2 көбейтілген DX-қа тең. Яғни VX деп отырғанымыз 2 көбейтілген DX дегеніңіз 9-дан VX-ті алып тастағанға тең ғой. Арғата жақшаны ашайық. VX минус VX-тен болады 2 көбейтілген 9, 18. Азайтылған 2 VX-ке. Онда 3 VX 18-ге тең болса, бізде VX 6-ға тең деген шығады. Демек, VX-ті таптық, ауданын таптық. Енді бізде ұпай 5 ұпай беріліп тұр. Бірінші ұпай мына үшбұрыштардың ұқсастығын
дәлелдегеніңіз үшін қойылады бірінші ұпай. Просто ұқсас деп жазып кетпейсіз, дәлелдейсіз. Яғни бұл жерде мен суретпен көрсетіп кеттім. Ары қарата сіздер соны мына жерге толықтырып жазуларыңыз керек. Ұқсастықтың үш белгісі бар. Бірінші белгісі, екінші белгісі, үшінші белгісі. Именно осы жағдай бізде қай белгісіне сәйкес келеді? Соны жазып кетуіңіз керек. Бірінші белгі ма, екінші белгі ма, или үшінші белгі ма? Қайсысы? Екіншісі, үшбұрыштардың ұқсастығын дәлелдегеннен кейін ұқсастық коэффициентін таптық. Осыған екінші ұпайларыңызды қоясыздар. Үшінші ұпай мынаған қойылады, мына аудан. Яғни үшбұрыштардың аудандардың қатынасы ұқсастық коэффициентінің квадратына тең екенін қолдандық. Осыдан ауданды таптық. Мынаған қоясыз сонда. Бұлай қойып қояйын. Төртінші ұпай. Төртінші ұпайды біз қоямыз. Мына Vx-ті табу үшін біз мына қасиетті қолданып жатырмыз. Ол бізде уже метод. Немесе мына жерге қоямыз. Және соңғы бесінші ұпай Vx-ті тапқанымыз үшін қойылады. Алғашқы үшеу V1, ештеңеге тәуелсіз. Төртіншісі метод, бесіншісі ответ. Сонда 5 ұпайымыз толық болады. Әзірге сабағымыз осы. Каналдан алыстамаңыздар. Алдағы уақытта екінші компонентті талдайтын боламыз. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдыруларыңызға болады. Әзірге осы, сау болыңыздар.